Білім саласына үздіксіз мойын бұру, түлете дамытып отыру мемлекеттік межелі іске айналғалы талайдан бергі жайт. Ал атаулы қарекеттің бас тізгіншісі басқа емес, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі екенінде ел назарында. Ел дамуына ықпал етерлік ауқымды жоба, интеллектуалды ұлт қалыптастыру үшін ден қойған елбасы 2 жыл бұрын Елордада Назарбаев университетінің тұсауын кескен болатын. Университет осы күнде қазақстандық бірізділікті, үздік халықаралық білім беру моделін қалыптап, ғылыми практиканы үйлесімді қамтыған ұлттық брендке айнала алып отыр. Бұл тараптағы іскерлік аясынан ел ішінде бірінен соң бірі ірге көтеріп жатқан Назарбаев зияткерлік мектептерінде қалыс қалдыра алмаспыз. Армысыздар, бүгінгі бағдарламамыздың ауанын кіріспе сөзімізден аңдаған боларсыздар. Ендеше кіріспе сюжетке назар аударайық. Назарбаев зияткерлік мектептері, Назарбаев университеті және Назарбаев қоры. Бұл жобалар болашақта ұлттық инновацияның ұйытқысы болмақ. Нәтижесінде 2020 жылға қарай елде енгізілетін талдаулар, патенттер мен дайын технологиялар түрінде болады. Үшінші толқын талапкерлерін қабылдап жатқан халықаралық университет аз ғана уақыттың ішінде ұлттық брендке айналды. Бүгін Назарбаев университеті білімнің қайнар бұлағы, ғылым ордасы, озық өндіріс орны. Біз жастарды шетелге шығарып оқудан бастағанымыз өте дұрыс. Себебі осы университеттің ішінде 100-ден артық профессорлар, оқытушылар, олар болашақ бағдарламасымен дүниежүзінің университеттен келген балалар болып шығады. Негізгі қазір жастарды оқытып жатқан мінекей солар. Болашақта біз Қазақстанды өркендеген өскен ел жасаймыз десек, ғылым мен технологияға жығылуымыз керек. Ол үшін соны игеретін мамандар керек. Мамандар дайындайтын бірден-бір университет осы болу керек. Қуанарлығы бұған дейін толғағы келіп толысқан мәселе ғылым қазақша сөйлей бастады. Негізгі оқу жүйесі ағылшын тілінде жүрсе де студенттердің мемлекеттік тілді жетік меңгеруге деген құлшынысы артып келеді. Көзінде оты бар, қазақтың қай баласы болмасын, Назарбаев университетінде білім алуға талпынады. Сонымен әңгімемізді осы арнада жалғастыру үшін алғашқы қонағымызды, кейіпкерімізді ортамызға шақырып алайық. Қарсы алыңыздар, Елдар Дәуренбекұлы, бізде қонақта. Қош келдіңіз. Енді көрерменге, жалпы жұртшылыққа түсінікті болсын, сіздің өзіңіз айналысып жатқан сала туралы аз кем ақпарат біле отырайық өзіңізден. Қазіргі мақсатта осы герпес вируске қарсы вакцина жасалынып жатыр. Сонымен айналысып жатырмыз. Негізгі Елдар мырза, герпеске байланысты препараттар бар бізде, а вакцина бұрын болып пе еді бізде? Жоқ, негізінде вакцина жоқ, әлемде жоқ әлі. Әлемде әлі жоқ.